Межгородқа бардың ба или Яндекста ма? Негізі Яндекс атамыздан бастадық қой негізі. Яндекс Бәрі атамыздан. Яндекс атамыздан істеп жүрдік. Соменен мен өзім Шымкенттің баласымын ғой. Иә. Мен Шымкентке барып келіп өзім ата-анама, өзім ауылыма барып келіп жүрген кезде, сол кезде ғана радио екі таксистердің екі типке бөлінеді. Біреу қаланың ішінде жүрген адамдар, біреу қаланың сыртында жүрген адамдар. Анда қаланың сыртында Межгородта жүрген адамдар айтатын, "Ой, қаланың іші пұрық, қалай жүресіңдер сендер, не ол ары бер. Біздікі деген кайф қой, 150 мың теңге саласында бір қалаға апарасыңдар, сонымен тарап тастайсыңдар, демалып 150 мың теңге бірден түсе алады" дейді. Ол әңгіме миф. Ол өтірік әңгіме. Астана, Шымкент дейтін бағын болсақ, қазір адамдар патологы 20 мың теңгеден отырады. Үш-ақ адам отырады, 60 мың теңгеге отырады. 25 мың теңге бензин қоясыздар. И содан кейін олардың заттары болады. Кейін бір посылка алсаңыздар, бір мақұл 5 посылкасын 5 мың теңгеден ақ береді. Біздің Шымкенттегі адамдар патолог 5 мың теңгеден, 3 мың теңгеден ары берасың, посылкаңыз 20 мың теңге болсын, и содан кейін 80 мың теңге болады. Сіздер 80 мың теңгеге 1200-1300 километр ұйықтамай бір күн бойы айдап барасыздар. 80 мың теңге сіздер бір күн барасыздар, оны таратасыздар. Ертеңіне сіздер қайтадан жұмыс істеп кете алмайсыздар, өйткені энергияңыз бітіп қалады, трасса жетпейді. Ертесіне демаласыздар, и содан кейін 2 күн кетіп қалады ғой. Мына жақтан бір күн жинап келгенсіздер, 3 күн кетіп қалады. 80 мың теңгені 3 күнге бөлетін болатын болса, қаланың ішіндегі адам 30 мың теңгені 90 мың теңге деді. Ана қаланың ішіндегіден де аз табады.